Асығыс түбі өкініш. Адам кешіре алмайтын нәрселер бар, яғни ұмытуға болмайтын өкініштерде болғаны ғой. Серігің сенімді болса, өкінішің аз болады. Өкінішіңді қасың айт, жақсы тыңдалар. Мен ештеңеге өкінбеймін, мен кемелсізбін. Егер бәрі менің қателіктерім туралы білсе, бұл тіпті жақсы. Қайта тірілуге сенбеген адам өкініште, қалың ұйқыдағы өлі жан. Ол рухы тәнінен ұшқан күні оянады. Жастықтың қалай өтіп жатқанын ешкім де аңғармайды, ал өтіп кеткенін сезгенде әркім аһ ұрады. Өнерлінің өкініші көп, өнерсіздің өкініші жоқ. Білімді адам біліп іс қылады, біліп істеген іс өкінішсіз болады. Өлер алдында тек екі нәрсеге өкінеміз: аз ғашық болғанымызға және аз қыдырғанымызға. Қайғы да өтеді, қуаныш та өтеді, дәурен де өтеді, тек өкініш ғана қалады. Өткен іске өкінбеу керек, өмірден алған соққылардың бәрі маңызды емес. Маңыздысы біздің еш нәрсеге мойымай, алға ұмтылып өмір сүруімізде. Арлы адам ең күшті адам, өйткені ол өкініштің, бақыттың, өкінішті қайғының ырқына мойын ұсынбайды. Сондықтан да оның тағдыры қиын болуы, ауыр болуы мүмкін, өкінішті болуы мүмкін емес. Өзі жығылған өкінбес. 80-де 8 байлық, 8 жарлылық. Кәрі жатса қунайды, жас жүрсе қунайды. 50 шылбырдан алды, 60 тізгіннен алды, 70 өре салды, 80 тұсау салды, 90 толқып қалды. Сақалға ақ түсті, көңілге дақ түсті. Көп жасаған құрдасынан айырылады, жұғымы жоқ жолдасынан айырылады. Су ағады, тас қалады, кәрі кетеді, жас қалады. Қарты бардың жұрты бар, кемпірі бардың құрты бар. Қарттың айтқанын істе, жастың тапқанын же. Кәрі қалтаң, жас жалтаң, жас келсе іске, кәрі келсе асқа. 60-қа келгенде 6 ағаң болсын, 70-ке келгенде 7 інің болсын. 60 дер шағы, 70 мәр шағы, 80 жер шағы, 90 шер шағы, 100 қор шағы. Шалды шақыр асыңа келсін, шалдығына күліп басыңа келсін. 6-ға дейін бала ерке, 60-тан кейін шал ерке. Қартайдым деп қайырма, жас бала бар артыңда. Жалғызбын деп қайырма, жақсылар бар артыңда. Жастық көкке, кәрілік жерге қаратады. Жасыңда қылжың болсаң, қартайғанда мылжың боларсың. Кәрілік дауасыз дерт. Жастықта да кәрілік бар, байлықта да жарлылық бар. Кәрілік сені қайдейін сөйлер сөзге мерт еттің. Тәліміне қарай кәрілігі. Жастық жалын, кәрілік құл. Жас кезінде тандыр нан тәтті, қартайғанда құймақ та қатты. Ауру аздырады, кәрілік тоздырады. Кәріге жаны дәрі. Жасында жігіт оқталады, қартайғанда тоқталады. Көпті көрген дана болар,
қартайып кетсе бала болар. Ақыл жас ұланнан, жүйрік тай құнаннан. Жүре берсең көре бересің, көре берсең көне бересің. Ат қартайса ұрыншақ болады, ер қартайса жаңылшақ болады. Қатарынан қалған кәрі жетім. Екі баланың ортасындағы бір қарт бала болады, екі қарттың ортасындағы бір бала дана болады. Өнегелі қарт жоқ жерде өнерлі бала да жоқ. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Өсер елдің қарты қазына болар, өспейтін елдің қарты қазымыр болар. Тарыны берген кісіден көрейін бе, жей алмаған тісімнен көрейін бе. Сары атанның қадірін ел қадырған қарт білер, 80 тонның қадірін 80-дегі қарт білер. Адам жұмбақ, оны шешу керек. Ол жұмбақты өмір бойы шешер болсаң, онда уақытым кетті деп өкінбе. Уайым жоқ, сөзің тегін кетпесе, өкінішің жоқ, күнің босқа өтпесе. Өткен іске өкінген өмір зая. Талпынатын арман мақсаттарыңыз бекер. Егерде ниет ізгі, әділ, адал болмаса, сіз нені қаласаңыз, соның салдарынан көресіз. Сондықтан болымсыз нәрсені қалап, артынан өкінгеннен гөрі, екеуін де жасамай-ақ қойған дұрыс. Ойланбай істеген қызмет өкініш тудырады. Ең қызығы білмеудің өзі міндетті болғандығы. Білімге бой ұрған сайын білімсіздіктің соңы соғұрлым ауыр, өкінішті бола түседі. Адамдар арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Айырмашылық бар деп санайтын адам өлерінде өкінеді. Алдырмайтын бекініс жоқ, майдан жолының өкініші жоқ. Ұзақ жолдың өкініші мен реніші мол. Ақылсыз қарт өкінішпен қартаяр, есті қарт қайғырмай-ақ қартаяр. Сырттап жүрсең сол әбестік болады, нұрлы жүзің өкінішпен солады. Ашкөздік жаман әдет, серті қатты, өкініш артында оның қайғы жатты. Бай болу, кедей болу тағдыр ісі, мал іздеу ерген шейін машақат.